Құрметті көрермен, оқырман, алдағы құрылтайда дауыс берер кезде қателеспеңіз. Ойланып, кімге дауыс беретіңізді біліп жүріңіз. Заки мырза, енді қоғам белсендісі ретінде сенің жұмыстарыңды, сенің ойларыңды, жасап жатқан қызметтеріңді бүткіл өңірдің халқы емес, тіпті республика халқы біліп, екшеп назарына алып, тіпті президент әкімшілігі сіздің тәжірибеңізді мемлекеттік қызметкерлермен бөлісу үшін әр өңірден жинап, Астана төріне шақырып, сізден сабақ алған болатын. Оны үрдіске айналдырып отыр. Осының бәрі сіздің еңбегіңіздің еленіп жатқан, салып жатқан, қозғап жатқан мәселелеріңіздің кері байланыс болып, нәтижелі болып жатқанын көріп жүрміз. Көптеген тренингтер өткізіп жатсыз. Сол Астана төрінде мемлекет қызметкерлеріне, қарапайым халыққа өткізіп жатқан бұл не тренинг деген сұрақ менде. Енді Мұқа, бізде екеуміз өте жақсы таныспыз. Бұл енді ой маған 23-ші жылы келген болатын. Жалпы мына прокуратура органдарынан шығып адвокат болып заң көмегін көрсетіп жүргенде маған бірнеше ойлар келді. Оны ең біріншісі мына өзіңе белгілі халық заңгері атты мемлекеттік органдар айына бір, 90-на бір, жылына бір ұйымдастыратын қарапайым азаматтарға, ауылдың, ауданның, қаланың тұрғындарына бір заң көмегін берейік, консультациясын айтайық деген сияқты акциялардың уақытша екенін, ол түпкілікті проблеманы шеше алмайтын бірен-саран адамның жеке проблемасын, ал халықтың, тұрғындардың, жалпы бір ұжымның, былай айтсақ, ондаған, жүздеген, мыңдаған адамдардың көкейкесті проблемасын шеше алмайтын, оны көтере алмайтын көрдім. Өзім әлі күнге дейін бұндай акцияларға қатысам. Содан маған келген ойдың бірі бұл ауыл-ауылды аралап, адамдармен танысып, ауылдың жағдайын біліп, проблемаларын жинап, оларға халыққа заң көмегін ұсынып, проблемаларды министрлік пен әкім, прокурор, полицияға жолдап, яғни арадағы тең диалогты орнату болды. Содан келе қоғамдық бақылау жасай бастадым. Қоғамдық бақылау дегеніміз енді бұл жалпы халықтың конституцияда, әзірге қазіргі конституцияда жазылған биліктің көз екенін дәлелдейтін және мемлекет, оның ішінде үкімет халыққа, тұрғындарға не жасап отыр және не жасай алмай отыр деген сұрақтарға жауап іздейтін құралдардың бірі. Осыны өзім үйрене келіп, жұмыс жасай келе, 91 лауазымды тұлғаны әкімшілік жауапкершілікке тарту арқылы, 140 миллион теңгені соңғы 4 жылда бюджетке қайтару арқылы 3 жер учаскесі бірнеше миллиард тұратын, осыларда сот, прокуратураның көмегімен алысып жүріп, жемқорлармен, заңсыз алғандармен, басқа да бір енді қолы сумаңдаған шенеуніктерді жазаға тарта отырып, осылай қайтара жүріп, мен түйген ойым, бұл жақсы нәрсе, бір адамның білгені, қоғамдық бақылау жасауы, жақсы, еркінде, батыл болу, бірақ осыны басқаларға үйрету керек деген менде ой туды. Өйткені әрине мемлекеттік органдар, былай айтқанда коррупциямен, заңбұзушылықпен күресіп жатыр, әр уәкілетті орган бар. Бізде азаматтық қоғам белсенділері осымен айналысып жатырмыз, бірақ біздің білетінімізді басқаға тәжірибе ретінде, ақыл ой ретінде үйрету ол бөлек нәрсе. Сондықтан да осындай тренинг, яғни қоғамдық бақылауды қалай жасаймыз, оның ішінде мемлекеттік сатып алу порталын қалай біз талдап, жіті, нақты қарай аламыз деп, осындай бір тренингті ойлап, құрастырып, жасап шығардым. Және былтырдан бері, 25 жылдан бері, біздің облысымыздың 8 елді мекенінде осы оқу дәрістерді өткіздім. Жобаның аты «Құқығыңды біл, өз қоғамының белсенді мүшесі бол» деген жақсы атауды ойлап таптық. Және де осы жолмен біраз адамды сол жерде қоғамдық бақылауға үйреттік. Енді жалпы бұл қажет нәрсе ме,
не үшін керек, мемлекеттік органдардың жұмысын қайталамай ма деген әрине бізде өзімізде де бір ой болды. Бірақ дегенмен де халықтың, әсіресе азамат тұрғындардың жасайтын қоғамдық бақылауы ол бөлек нәрсе. Және де ең бастысы бұл жерде халықтың оянғанын, өзінің құқығын, өзінің, ол жеке адамның құқығын айтпаған жоқпын, өзі дегенде жалпы тұрғындардың таза, тегін су алуға мемлекеттен, балалардың жақсы, жайлы, әдемі мектепке баруы, жол, көлік қозғалысына, яғни көлікпен жүрген кезде шұңқыры жоқ, жақсы сапалы жасалған тас жолмен, яғни асфальтпен жүруі, емханаға барғанда бүкіл медициналық қызметтердің толық берілуі, осының барлығында ол азаматтардың өзінің конституциялық құқықтарын соған не істеу, яғни пайдалана білу. Осыларды егер біз қоғамдық бақылауды үйретсек, азаматтар өзінің шынында да конституциялық құқығының бар екен, яғни тек қана референдум кезінде дауыс беріп, конституцияның ішінде неше бап, немесе қандай бапта не жазылып тұрғанын білу емес, яғни басынан бастап конституция бойынша өзінің құқығы бар екен, оны қалай қорғауға болатын екен, және оны кімдер қорғау болатын екен мен үйреткім келді. Іспен дейсің, іспен дәлелдеп. Яғни екіншісі, және бұл сыбайлас жемқорлық, яғни коррупциямен күрес. Егер тұрғын, бір көшеден бір тұрғын, мысалға бір ауылдан 3-4 азамат, немесе бір ауданнан 5-6 жігіт, үлкен мысалы Орал немесе Ақсай қаласында 15-20 адам азаматты белсенді болып жұмыстарын адал да әділ жасайтын болса, бұл кәдімгідей коррупцияға профилактика. Екінші, бұл шында да жергілікті атқарушы болсын, құқық қорғаушы болсын, басқа да тиісті органдармен бірге жұмсайтын, яғни олардың тең серіктестері, кейбір жерде олардың көмекшілері. Жалпы осы оймен, осы тренингтермен ауылдарды араладым. Жақсы. Енді өзінің айтып отырған сол тренингке 2024-те мен де қатыстым. Енді көп халық мені блогер деп шатастырады. Сол тренингтің арқасында мен енді өзіме көп үлкен көмегі тиді. Көптеген қоғамдық шиеленіскен, түйіткен мәселелерді қозғап, қоғам белсендісі ретінде менің қалыптасуыма үлкен маңызы болды тренингтің. Жақсы. Айтып атсын, 8 елді мекенді аралап оқыттым дедім. Да? Солай ғой? Иә. Ол яғни ауыл ғой. Ауыл қалай? Ауыл тұрғындары белсенді ме? Онда көмекшілер бар ма? Осыны оқып, тоқып, қорықпай, әкімге, прокурорға, қитұрқы сұрақ қоятын ауыл тұрғындарын таба алдым ба? Осыған жауап берші. Иә. Бұл енді шында да бір не дейді енді, маңызды сұрақ шында да. Өйткені бірден шауып барып ауылға келіп, немесе ауылдың ана WhatsApp-тағы чаттарына кіріп, ай мен осында тренинг жасайын деп жатырмын, келіңдер дегеннен адамдар бірден шауып келе қоймайды. Ол енді түсінікті жағдай. Біздің халыққа, біздің жалпы облысымыздың тұрғындарына бұл енді бір көрінген, өз ісімен дәлелденген нәрсе болу тиіс. Бірақ дегенмен де осылай енді әлеуметтік желідегі, яғни бұл жұмысты осы мен бірнеше жыл бойы жасап келе жатқан азаматтық белсенділіктің әлеуметтік желідегі нәтижесі, яғни көрінісі, осы халықты, тұрғындарды, оның ішіндегі белсенділерді бір оқимын. Мен бір білім іздеймін, құқықтық сауаттылығымды арттырам. Мен жай тұрғын болып қана қоймаймын, белсенді тұрғын болам деген азаматтарға бір шақырғандай бол. Өйткені әлеуметтік желідегі менің жұмыстарым мен еңбегімді көрген адам шында да сол ауылдың кейбір проблемаларын, сол ауылдың, көрші ауылдың, басқа да бір ағайын туыстың әңгімесіне естіп, осы бауыржан Зәки араласып, мынаны шешіпті, жол салдырыпты, жерді қайтарыпты, басқа да бір мәселелерді көтерген екен деген әңгімеден кейін, әрине ол кәдімгідей бір нәтиже берді деп есептеймін. Келді. Ауылда мен де басында ойлаған болатын, кішкентай ауыл. Өзінде мысалға, қараңыз енді, біз болған жер Жаңғала, Қазталовтың өзі, Жымпиты, Теректі, Жымпиты, Қаратөбе болды ма? Жоқ. Тасқала? Теректі болған жоқ, қателесем. Переметный, Чапаев, кім бар тағы да? Ақсай қаласы, Орал шаһары, Теректіде болдық. Яғни осы жерлерде белсенді азаматтар бар. 119 адам барлығы келді осы 8 тренингке.
119 адам, жалпы енді орташасы есептесек бір 12-13 адамнан келеді әр тренингке бірінші фактісі. Яғни әр тренингке кішкентай ғана аудан орталығы немесе ауылдан 10-13 адамның жиналуы менің ойымша бұл жақсы көрсеткіш. Өйткені біріншіден адамдарда енді көп уақыт жоқ оның барлығына бару үшін, шыны керек. Бәрі де күйбең тірлікпен жасап жүрген адамдар. Екіншіден қазір жиналыс, семинар, дөңгелек үстел дейді өте көп, партия ұйымдастырады, акимат шақырып атады, полицияда бір жерде бір кездесуге ұйымдастырып атады, яғни өте көп. Соның ішіне іріктеліп келгендегі осы келетін адамдардың контингенті артынан есептеп қарасам, бұл 66%, яғни 10 адам келсе, соның 6-ы әйел адамдар және жастар. Бұл енді нені білдіреді деп үңіліп қарадым. Өйткені мен келген адамдардың әрқайсымен таныстым, жасын сұрадым, мамандығы кім, не үшін келді, не үйренгісі келеді, жалпы не жасағысы келеді деген сияқты. Өйткені ішіне тек танысуға келгендер бар. Бауыржан Зәки деген кім, жалпы мен танымайды екенмін дейтін, ондай кісілер де бар. Бауыржан Зәкиді танимын әлеуметтік желіде, бірақ жеме-жем келгенде ол қандай екен, не айта алады бізге дейтіндер бар. Үшіншіден, шында да, ол білем, танимын, бірақ маған осы нәрсе қажет. Мен Госзакоптың порталына кіріп, өзіміздің көшенің, ауданның қашан асфальты салынады, неше миллион бөлінеді, оны тек қадағалау кім қарайды, жобалық сметалық экспертизасын кім жасайды, яғни осы сұрақтарды біліп, өзім біліп жазып отырар едім деген сияқтылар көп. Яғни келетін контингент көп. Енді ана айтқандай, әр 10 адамның 6-ы әйел адамдар, яғни әйел адамдар бәрібір ол біздің батыста болсын, ол Қазақстанның басқа облысында да болсын, әйел адамдардың мен ойымша қазіргі уақытта дәл осылай саяси белсенділіктерінің артуы, яғни артуын көрсетеді. Саяси белсенді әйел адам, оның ішінде жастар, мысалы жас әйел адамдар бар, жас қыздар бар, олар бәрібір де ер адамдарға қарағанда, енді барлық жағдай демейік, бірақ осындай саяси мәселелерге қарағанда, мысалға саяси мәселе, көп адамның құқығын қорғау, мысалға сондай кезде, немесе бана көбіне мамалар ғой, аналар ғой, бала шағасына қатысты, мысалы тамақтандыру болсын, мектебінің ремонты, жолы бар, медицинасы бар, сол кезде яғни баласына біреудің кәмелетке жасқан толмағандардың құқығын қорғау кезінде әйел адамдар бәрібір ер адамдарға қарағанда батыл екен. Осыны мен білдім және тренингта олармен жеке-жеке сұхбаттасқан кезде сездім. Бұл енді кәдімгі нақты факті деп ойлаймын. Ең белсенді қай ауыл деп ойлайсың? Соңғы енді тренингтің қорытындысы бойынша бір соны бойына сіңіріп, соны жүзеге асырған қай ауыл бар? Қорықпай билікке қарсы шығып. Жалпы осы барған 8 елді мекендегі келген азаматтардың барлығы да дәріс кезінде олар барлығы да белсенді болды. Сұрақ қойды, алды, көрсеткен нәрсені үйренді, телефоннан, ноутбугынан қарады, біраз нәрсені үйренді. Ең бастысы бұл ауылдар белсенділігін көрсетті. Бірақ енді ең деп айтатын болсаңыз, маған ұнаған мысалы Жаңғала кентінің тұрғындары. Бұлар енді бұрыннан да мен өзім білем. Маған жалпы енді статистикаға сүйенсек, маған көп хабарласатын осы Жаңғала ауданының тұрғындары. Әртүрлі арызбен. Жымпиты, Сырым ауданы. Жалпақтал кенті, Қазталов ауданы. Өзіміздің жақын жердегі Бәйтерек ауданынан да, енді бұл жерде мен нақты айта алмаймын, Перемет па, Дариян ба, Болашақ па, бірақ жалпы Бәйтерек ауданының әр жерінен ауыл тұрғындары әртүрлі мәселелермен өте көп жолығып тұрады. Яғни бұл жерде енді әр ауданның, әр енді халқының мінезі бар екен, ол жерде бір қалыптасқан дәстүр бар екен, оны да ескеруіміз керек. Сондықтан да осы 8 елді мекеннің ең манағы белсенділері десек, осы ауыл тұрғындарын айтуға болады. Жарайды. Бұнда бір көңілге түйік, бір жақсы бір әңгіменің шетін қозғап отырсын, әлі де тарқатуға уақыт табылар. Мен бір сұрақ қызықтырып тұр. Осы бір жұмыс, енді айтып отырсын, бірақ көп Қаратөбеге бармаған екенсің, Жәнібекке бармаған екенсің, Ордаға бармаған екенсің. Бұл тренингтің мақсаты қандай сонда? Түпкі мақсатыңыз не? Не күтесіз сонда?
Енді жаңа басында айтып өткендей, мен өзім білетін ақылым, заң банағы білімім, осы қоғамда бақылау жасап жатқан шын кәдімгі тәжірибедегі өмірдегі барлық білген түйгенім, және де мына біздің заңнама, қолымыздағы заңдармен, ережелермен рұқсат берілген қоғамдық бақылауды үйрету, бөлісу. Ол бірінші ойымыз, яғни құқықтық сауаттылықты арттыру. Бұл бізге қажет нәрсе. Өте көп жағдайларда оны мына соңғы біздің мысалға екеуміз бірге барған, басқалайда қоғамдық бақылау жасалып жерін қайтарып берген. Болашақ ауылы, Бәйтерек ауданы. Бірге алысып жүріп, Олар митингіге шықты. иә, митингіге шықты. Бірге алысып жүріп, 3,5 километр асфальт жолда салдырып берген Қаражар ауылы, Бәйтерек ауданы. Олар кәдімгідей ереуілге шығып, біз барып. Неге ереуілге неге шығады? Өйткені естімейтін үкімет болса. Сол ауданда. Жақында барған Тасқала ауданы, Амангелді ауылы. Енді басқа да біраз енді жерлерге бірге бардық мұқа. Өзімнің барғандарым бар. Сол ауылдарға бармай, яғни арыздарын алып, енді онлайн консультация беріп, олардың мәселелерін көтерген әртүрлі жерлерде бар. Яғни осылардың бәрін талдап қарайтын болсақ, азаматтарға ең бірінші құқықтық сауаттылық жетіспейді. Олар түсінеді, мына жерге бір ақша бөлінген, бірақ қанша екенін білмейді. Олар түсінеді, оларға кіреберіс жол бір күні салыну керек екен. Олар түсінеді, ішкі жолдар, мысалы көрші ауданда, Ақжайық ауданы, мысалға айтайық, көп құдаларына болсын, ағайын тума жекжат. Қазір рахат видеодан, тиктоктан көп нәрсені біліп отырасың. Тек аудан емес, Шығыс Қазақстан, ана жақтағы Нарынқол ауданы, Алматы облысында, осы жерден 3000 километр жердегі қалай не жасап жатқан. Сондықтан да олар да, ол ауылда мысалға ішкі жолдың түгел сайрап, тап-таза болып, олар балшықта батпайтынын көреді, ал өздерінің ішкі жолдың тонау атам заман, кеңес заманда да болған жоқ. Қазақстанның тәуелсіздік алғанына 35 жыл толады, әлі де сол ішкі жолдың таза, балшық болмай, тап-таза болып жүрудің өзі оларға қиын екенін түсінеді, жүректерімен түсінеді, ол қажет екен, ол бір әділетсіздік екен, бірақ қайда жазарын, қалай жазарын, тек асфальт беріңдер бізге деген олардың қарапайым арыздарына екі жол. Әкім немесе сол жердегі депутаттар ақша жоқ, смета жасалған жоқ, республика ақша бермей жатыр, облыс тыйым салып отыр деген жалаң желеулермен жылы жауып келді. Енді басқа да осындай мәселелер психологиялық қой енді. Және үшіншісі бір тағы бір мәселе, оны енді өзімде бұрын ауыл тұрғыны ретінде, бұрынғы қазіргі мына қала тұрғында балалар алаңын әлі салдыра алмай жүрген тұрғын ретінде айтатыным, бұл біз ата-аналар, үлкен кісілер жақсы орта буынға келген, бізден үлкендер бар, олардың әлі де психологиялық тұрғыда осы жоқтықтан әбден шаршағаны. Яғни мысалға Сайлаш апайларды айтайық, алайық ауылдағы, мысалы Тасқаладағы, немесе Нұрмұхамбет ағаны айтайық, мысалы Болашақ ауылында. Олардың жасы мысалы 60-тан асқан 70-ке келген кісілер. Немесе оның бер жағынан Алмас деген жігіт Қаражарда. Олардың жасы енді 30-40 пен ортасында. Яғни олар бәрібір түсінеді. Оған дейін де олар асфальтты, яғни жайлы орта дейді ғой енді, ауылда тұрса да. Соны көрген жоқ. Және ол сенімсіз, көре ме, көрмей ме, осы алдағы 5-10 жылда. Өзің түсінесіз, өмірдің бір шарттары бар. Алланың берген жасы бар. Келді, ол бір күні о дүниелік болуға ішінде болса да, адам енді қаламаса да, ол сезіп жүреді. Яғни сол бір қысқа өмірінде осы мен таза асфальтты көрем бе, бізге емхана салына ма, ауызсу біздің ауылға келе ме, балаларымыз кәдімгі күшті мектепке, банағы жататын жері бар, интернеті бар, тапты үлкен ана Чувашкідегідей спорт залы бар, бәрі жасалына ма деген ой оларда бар. Және ол адамдар енді бізде де болмаса осы балаларымызда болсыншы деген ар жағында, енді бәріміз ата-анамыз, менде де солай ойлаймын, сондай түйсік болады. Бірақ осылардың бәрін жинап, бір жерге біз найза сияқты, ол күшті жұмсауымыз керек, ол энергияны. Найза сияқты дегенде, кейбір адамдар бірден митинг ереуілдеп шығады. Ол өзінің азаматтық қарсылығын көрсетудің бір жолы, құралы. Бірақ ең біріншісі бұл банағы жиналып, кеңесіп, арыз жазу керек екен, қайда жазу керек, қалай талап ету керек,
егер олар рұқсат бермей жатса, ақша бермей жатса, шағымдану керек екен, сотқа бару керек екен деген сияқты осы мәселелердің барлығын ол тиіс қолдану керек екен. Дұрыс заң манағы шеңберінде. Бірақ осының бәрін кім айтады, кім үйретеді? Мұқа әңгіме сол жерге келіп тіреледі. Өйткені өзіңге белгілі, әр орган өзінің жұмысын жасап отыр. Бірақ мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс деген бар, мысалға ол жерде осындай азаматтардың құқықтық сауаттылығын арттыратын мемлекет грант ақша бөлгенмен де осындай мәселелер айтылады ма, айтылмайтын ма, ол тағы да белгісіз. Ол бірінші. Екіншіден, жаңа айтып өткендей, жыл сайын ұйымдастыратын халық заңгері, басқа да мемлекеттік органдар ұйымдастыратын акцияларда бұндай мәселелер көбіне көп көтерілмей жатады. Өйткені Мұхтар келді, сәлеметсіз бе, қандай сұрағыңыз бар? Несиеден берешек болып қалдыңыз ба? Процент үстіне қосылып жатыр ма? Сізге осындай шара жасауға болады. Мына жерге барыңыз, арызын жазыңыз дейді. Яғни ол бір Мұхтардың проблемасы, ал ар жағында тұрған Қаратөбенің, Егіндікөлдің, мысалға басқа да ауылдың проблемасы ішінде 567 адам тұратын кім шешеді? Және ол қандай шешу жолдары бар? Ол бізде көбіне үнсіз, яғни айтылмай қалып жатады дейтін шығар мүмкін. Қорқамыз дейтін шығар, батылдық жетпейтін шығар. Қойды манағы серке бастайды, серкелер болмай жататын шығар деген сияқты. Және де Мұхтар, енді өзің алдыңғы кездесуде жақсы айттың. Ол біріктіреді ғой адамдарды. Солай емес пе? Ол кәдімгі ұйымдастырады ғой. Яғни өзінің ауылына қажет нәрсені заң жүзінде прокурордан, полициядан, әкімнен, депутаттан, кім бар тағы басқа бүкіл органнан талап еткен кезде халық сессін сенбесін, олар бірігеді, кәдімгі ұйымдасады. Бір жұдырық болады, найзаның ұшы болады. Рахмет әңгімеңізге. Әрине, ауыл белсенділері деген ол ауылға деген жанашырлық. Ол дейтін көптеген сыбайлас жемқорлыққа, соған ауыл болып, ел болып қарсы тұру деп білем. Өйткені көбінесе көріп жатық қой, біз неге түйткіл мәселелерді қозғаймыз? Өйткені сол жерге құзырлы органдардың көзі, қолы, құрығы жетпей жатады. Әде жетсе де әдейі көз жұмып жатады. Сондықтан сондай ауыл белсенділері осы мәселелерді қозғап, қоғамға жеткізіп, түзетуге, дұрысталуға жұмыстанады. Өте бір үлкен жұмыстың басталып жатыр. Біз енді сәттілік тілейміз.